Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге самсаның жаңаша түрі тюльпан самсаны қалай әзірлеу керектігін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен самсамыздың қамырын дайындап алайық. Ол үшін бізге маргарин, ұн, айран және тұз қажет болады. Ең алдымен ұнымызға маргаринімізді үккіштен өткізіп қосуымыз қажет. Маргарин үккіштен өткізілуі жеңіл болу үшін алдын ала 20 минут бұрын мұздатқышқа салып қатырып алсаңыз болады. Осылайша барлығын өткізіп, ұнмен қолдың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін, ендігі кезекте тұзымызды айранымызға қосып, жақсылап араластырып, қоспамыздың үстіне құятын боламыз. Және жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Мінекей достар, қамырымыз дайын болды. Енді осы дайын қамырды тыныштыққа 10 минутқа қойып, салмамызды дайындап алайық. Ол үшін бізге фарш, пияз және түрлі дәмдеуіштер қажет болады. Барлығын өзіңіздің татымына қарай салсаңыз болады. Осылайша барлығын жақсылап араластырып, және сочный болу үшін сәл ғана су қосып араластырсаңыз, тіптен керемет болып шығады. Мендегі берілген мөлшерден 14 дана самса шығады. Егер де сізге одан да көп мөлшерде қажет болса, 2-3 есе көбейтіп жасасаңыз болады. Сонымен дайын қамырымызды ең алдымен біркелкетіп 14 бөлікке бөліп алып, осылайша оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырыңызды жұқа етіп жайып алғаннан кейін, төменгі жағын пышақтың көмегімен осылайша кесіп аласыз. Содан кейін салмасын салып, ақырындап осылай бұрап орайсыз. Барлығы видеода анық, нақты көрсетілген. Салмасының шырыны ағып кетпес үшін төменгі жағын қаттырақ бекіткеніңіз дұрыс. Мінекей достар, барлық самсамызға тюльпанның әдемі пішінін беріп шықтық. Енді пісу барысында керемет түс беру үшін жұмыртқаның сары уызына сүт араластырып, беткі жағына жағып шығамыз барлығына. Содан кейін әдемілік үшін ақ кунжуттан барлығына сеуіп шықтым. Мінекей достар, осылайша барлығын дайындап алып, әсемдеп алғаннан кейін қызып тұрған 200 градустағы пешімізге 30 минутқа салып алатын боламыз. Сол аралықта біздің самсамыз осындай ғажап болып пісіп шықты. Қараңыздаршы, қауызы ашылмаған тюльпанға ұқсайды емес пе? Тестісінің өзі сондай керемет, ал салмасы тіптен айтарға сөзім жоқ. Сочный болып шығады. Сіз де жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.